жаңағы медсестралар на дом келіп, например, уколымыз неміз салу керек қой, ондай жоқ бізде. Ондай жоқ. Мен осы қызымды босанғаннан кейін, где-то бір жарым жас па, білмеймін, или бір жастан кейін ба, қатты ауырдым. Мен немді айтсам, ол вообще көбейіп кетеді әңгіме. Просто қатты басын көтермей қалдым. Мен, например, поликлиникаға барасың, сол екінші этажға жасап қойған. Екінші этаж көтерілу, анау лестницадан мен айтам шығып баратқан кезде, мен айтам ауру адам, біз емес, надан сау адам құлап өледі. Мына лестницадан саулар зорға шығады. А сол ары бері жүгіретін болғаннан уже лишний раз бармаймыз да, ауырамыз, өзіміз емделеміз. Мен самолечениемен выживаем. Мен айтам да, қайтадан қызым босанғаннан кейін шапке, менің қызым недоношенный болып қалды. Папасы қайтыс болды, 28 недели, да. Сонымен баламыз екеуміз шықтық. Кешіріңіз, мен неғып тұрған. Сон мына қызым недоношенный, бес жетпейді, не алмайды, поликлиникаға жүгірем, одан ары қарай жібереді. Заңғыла врачқа дейін бардым. Маған не беріңіздер, мен Астанаға, ана мен балаға барайын, баламды кішкене көтеріп алайын, емдетейін, не қылайын. Сөйтсем маған отказ айтады, маған айтады. Мен айтамын да, енді белгілі нәрсе ғой, ақшамен баратын. Мен айтамын да, на то пошло, жарайды, мен ақшамды берейін деймін да, ақшамды беріп сатып алайын мен сол путевканы деймін да. Неужели бірінші группаға хотя бы жағдай жасауға болмайды? Бізге, например, балаларымыз оқиды не ғой, например, қазір бәрі онлайн бірдеме, сабақ оқиын десе, например, телефон бірдеме дейді. Оны әперейін десең, например, бірінші группаға кредит берілмейді. Сен ол пенсияңа дейді, емделуің керек дейді. А сен емделуің керек дейді. Ал балаңды сонда қалай оқытасың? Сен оны, біз, например, шығып кете алмаймыз, автобусқа міне алмаймыз, біздің каждый жүргеніміз такси. Инватакси дейді, инватаксиден деп ол болады, кезегі келмей қалатын уақыт болады, иә? Өзі шар инватакси ғой, шар инватакси. Ол қайсына жетіп, қайсына не алатын. Уже білмеймін мен. Уже айтайды, шаршағына келатын, уже қош дейсің да, мен осы енді. Мен, например, қазір коляскада отыратын кісімін, тура несіне келгендерші, мен әшейін, ана тура қазақша айтқанда өлермендігімнен әшейін сүйреліп жүрмін да, сүйреліп. Потому что мен қазір инвалидпін де отырсам, бітті, мен даже келіп тамақ маған беретін адам жоқ.